Сәлеметсіздер ме? Есімім Нұрай Жанайқызы. Мен психолог, коуч әрі балабақша әдіскер боламын. Бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған тақырыбым ол установка, яғни бағдарлама. Адам миында күнделікті 80 мыңнан астам ой ойлайды. Соның бізде қайталана беретін және де өмірімізге жаңа жаңалықтардың келуіне кедергі келтіретін, сонымен қоймай біздің бір өмірімізде белгілі бір болған оқиғаларға автоматты түрде біздің психикамыздың жауап беруі ол осы установка, яғни программа деп аталады. Міне, осы программаны қалай табамыз, оны қалай басқарамыз және оны қалай өзгертуге немесе жоюға болатыны жайлы мен сіздерге толығырақ тоқталып өтейін. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Жалпы біз бала күнімізде сіздер ең алғашқы мына қоғаммен, әлеуметтік ортамен таныса бастаймыз, сол кезде біз болады, не болмайды деген тұжырымдармен танысамыз. Бізге бала күнімізде барлығы қызықты болады. Барлығын тасты ұстап, аузымызға салып көреміз, немесе ыстық тұрған шәйнекке қолымызды барып тигізіп қаламыз деген сияқты. Міне, сол кезде мысалға ыстық шәйнекті мысалға алатын болсақ, ыстық шәйнекке біз қолымызды ұшы тиіп кеткеннің өзінде біз қолымызды тез тартып аламыз. Және де бізде мынадай тұжырым, яғни установка, сенім пайда болады. Ыстық шәйнекті ұстауға болмайды, яғни келесіде сіз ол шәйнекті ұстар кезде оның салқын екендігіне көз жеткізіп алғаннан кейін барып ұстайтын боласыз, және ол сіздің қазіргі өміріңізге дейін жалғасқан. Өзіңізді мысалға келтіріп көрсеңіз болады. Кез келген шәйнекті, ыстық шәйнекті барып қолмен ұстамайсыз, оның қауіпті екенін сіз толық білесіз, сенімдісіз. Міне, біздің өмірімізде осы мысалға ұқсас түрлі установкалар мен сенімдер 3 жасымыздан бастап 9 жасымызға дейін фундамент болып қалыптасып қалған. Міне, осы установкаларды біз қазір табудың жолдарын айтатын боламыз. Біз бұл установкаларды қалай табамыз? Жаңа айтып өткенімдей, біздің өмірімізде ұқсас болған оқиғаларда біздің психикамыздың, тәніміздің қайтаратын автоматты жауабы ол біздің установкамыз. Тағы да установкаға мен бір мысал келтіре кетейін. 4 жастағы бала ата-анасының ұрсып жатқанын көрді да, олардың ортасына түспек болды. Сөйтіп еді, ата-анасы айқайлап үлкендердің әңгімесіне араласпа деді. Сол кезде ол балада маған үлкендердің әңгімесіне араласуға болмайды деген тұжырым, сенім қалыптасты, установка яғни. Сөйтеді де ол бала өсе келе, оның жасына маңызды емес, үлкен деген сөз де оның дәрежесіне, салмағына, бойына, тағы да басқа санатына қатысты жоқ. Ол бала жалпы үлкен деген адамдардың қасында сөйлеуге, өзіндік пікірін айтуға ол балада, ол адамда тежеу пайда болады. Міне, бір установкалардың шығу тегі біздің бала күнімізден басталады. Сол бала қалыптағы сіз қалай түсіндіңіз, солай болады. Енді сіздерге установка деген тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы әр адамның установкасы әртүрлі, программасы әртүрлі. Оның бала күнінен бастап, және өсе келе өмірінде кездескен оқиғалардан өзіндік түйін, тұжырымы ол установка болып табылады. Енді ол установкаларды біз өзіміздің ішімізден қалай табамыз? Ол үшін сізге жайлы, тыныш жағдайда өз-өзіңізбен отырып, қағаз бетіне өзіңіздің жалпы ішіңізде қандай сезімдер сезінесіз, қандай ойлар ойлайсыз, соны толық жазуға тура келеді. Бұл бір техника. Және де келесі сіздер өздеріңізді бақылау. Күнделікті түрлі оқиғаларда өзіңіздің автоматты түрде жаңа оқиғаларға беретін жауабыңызды бақылап көріңіз.
Мысалға түрлі оқиғалар, келеңсіз жағдайларда, балаңыз бір нәрсені бүлдіріп қойғанда, немесе тағы да бір оқыс оқиғаларда өзіңіздің ең алғашқы сезінетін сезіміңіз, айтатын сөздеріңіз, эмоцияларыңызды өзіңіз бақылап көріңіз. Қаншалықты жиі ұқсас оқиғаларда сіз сондай әрекеттерге барасыз? Егер ол әрекеттердің дұрыс еместігін, сіздің өміріңізге кедергі келтіріп жатырғанын көретін болсаңыз, оны өзгертуге асыққан жөн. Біздің осы ойларымыз, қазіргі таңдағы ойларымыз, біздің келешек өміріміздің айнасы болып табылады. Сол себепті сіз келешекте жақсы, жарқын өмір сүргіңіз келсе, қазіргі таңнан бастап ойыңызды өзгертуге тура келеді. Біздің ой деп отырғанымыз бұл әрине установка. Установка, программа біздің осы ойларымыздан туындайды. Жаңа айтып өткендей, 80 мың ой болатын болса, сол 80 мың ойдың ең құрығанда сіз санаулы, ең басты деген ойларыңызды осознанно, саналы түрде ой ойлауды білуіңіз қажет боласыз. Енді бағдарламаны, яғни программаны, установканы қалай өзгертуге болатыны жайлы тағы да бір техника айтып кетейін. Мен жаңа табуға байланысты техникалармен бөлістім. Енді оны өзгертуге техникаларды берейін. Установканы таптық деп ойлайық. Мысалға, жаңағы үлкендердің алдында маған сөйлеуге болмайды, үлкендердің сөзін бөлуге болмайды дегенді алайық, иә. Оған менің өзімдік пікірім бар. Мен өз пікірімді айта аламын. Менің пікірім өзгелер үшін маңызды деген сияқты өзіңізге ұнаған нұсқадағы сөзді жиі жазып, немесе диктофонға жазып, соны өзіңіздің даусыңызбен жиі тыңдауыңыз қажет. Тағы да менің қолымнан келмейді деген установка болуы мүмкін. Сіз бір нәрсені жасап жаттыңыз, бір пирог, бір нәрсе пісіріп көргіңіз келді, бірақ сіздің үйіңіздегі анаңыз немесе бауырларыңыз сенің қолыңнан келмейді, сен нашар жасайсың деген сөзі, ол бала үшін, келешек тұлға үшін ол установка тұжырым болып қалыптасып қалады. Менің қолымнан ештеңе келмейді дейді де, келесі жолы ол мүлдем пирог пісірмек түгілі, тіпті басқа бір нәрсе істейтін кезде де уже ішінде менің қолымнан келмейді, мен нашар жасаймын деген өзіндік ішкі ой тұрады, ішкі дауыс тұрады. Сол кездегі біздің ол да бір установка, оны да жаңағы айтқан техника бойынша жазып, және де диктофонға жазу арқылы өзгертуге болады. Менің қолымнан барлығы келеді, мен барлығын әдемі жасаймын. Міне осы сөздерді жиі айтып, өз установкаларыңызды өзгертуіңізге болады. Ол әркімде установка әртүрлі. Менің айтқандарымның барлығы сіздердің естіп қойған, немесе түкке тұрғысыз, ой осы ма деген сияқты ой болуы мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Бірақ дәл осы мен айтқан нәрсені өзіңіздің ішіңізді қазбалап, ең құрығанда 21 күн бойы жасап көрсеңіз, сізде жақсы нәтиже болатынына мен 100%-бен уәде бере аламын. Сенімді айта аламын. Ол сіздің өзіңіздің өміріңізді қанша өзгертуге ерік-жігеріңіздің бар екенін, қаншалықты түрде қалайтыныңызға байланысты. Сәттілік, сіздерге сәттілік тілеймін, өмірлеріңіз жарқын жаққа өзгерсін деп тілеймін. Пайдалы болдым деген ойдамын. Лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.